Сәлем достар, бүгін біз адамның ойлау қабілеті туралы маңызды тақырыпты қарастырамыз. Адамның ойлау қабілеті сана мен бейсанадан тұратынын, олардың өміріміздегі рөлі және қалай өзіміздің ойлау үлгілерімізді өзгерте алатынымызды талқылаймыз. Егер сіздер үшін бұл тақырып қызықты болса, бейнемізді соңына дейін көріңіздер. Адамның жалпы ойлау қабілеті 5% сана және 95% бейсанадан тұрады. Бейсана адамның нақты өмірде тұлға болып қалыптасуына орасан зор әсерін тигізеді. Сана дегеніміз адамның өз ойларын, сезімдерін, түсініктерін және қоршаған ортаны саналы түрде қабылдап, анализ жасай алатын қабілет. Бұл сананың негізгі функциялары логикалық ойлау, проблемаларды шешім қабылдау. Сана арқылы біз өзіміздің ішкі жағдайымызды бақылап, сыртқы әлеммен байланысымызды реттей аламыз. Ал бейсана біздің өміріміздегі негізгі рөлін атқарады. Ол біздің балалық шағымыздан бастап қалыптасып, барлық әдеттерімізді, сенімдерімізді және ойлау үлгілерімізді басқарады. Бейсанадағы ақпараттар тереңде сақталып, көп жағдайда біз оны байқамай-ақ автоматты түрде әрекет етеміз. Сондықтан, егер біз өзіміздің өмірімізге, болашағымызға әсер еткіміз келсе, бейсананы өзгертуіміз қажет. Бейсанаға әсер ету үшін бірнеше тиімді тәсілдер бар. Олардың бірі медитация. Медитация арқылы адам өз ойларын тыныштандырып, ішкі тереңдікке үңіле алады. Соның нәтижесінде бейсаналық ойлар мен сенімдерді қайта бағдарлап өзгертуге мүмкіндік туады. Сонымен қатар аффирмациялар мен визуализацияда бейсананы қайта программалаудың күшті құралдары болып табылады. Аффирмацияларды үнемі қайталап, біз өзіміздің ішкі сенімімізді өзгерте аламыз. Ал визуализация арқылы қалаған өмірімізді көз алдымызға елестетіп, сол бағытта әрекет етуіміз оңайырақ болады. Бейсанаға тікелей әсер етудің тағы бір тәсілі терапиялар және өзін-өзі дамыту курстары. Бұл әдістер бейсаналық кедергілерді анықтап, оларды жоюға көмектеседі. Сондықтан қалаған өмірімізге қол жеткізу үшін тек қана сыртқы әрекеттерде емес, ішкі әлемімізді де өзгертуіміз қажет. Өзімізді тереңірек түсініп, бейсаналық шектеулерді жойғанда ғана біз өзімізді толыққанды бақытты және сәтті адам ретінде сезіне аламыз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басуды және арнаға жазылуды ұмытпаңыз.